Балалар, бүгін сабағымыз ел тоғызыншы сабақ 32-ші оқу тақырыбы бойынша өлең мазмұнын болжас, сонан соң өлеңді оқы дедім. Құрылысшы. Қолда темір қалағым, саздан сарай қаладым. Алматтан аумайтын әсем қала саламын. Ал сен өз қаланы қандай суретті ғимараттан салар едің дейді. Бұл жерде өлең құрылысшының еңбегі қала салу, әсем ғимараттар тұрғызу туралы болады екен, сол туралы айтылған екен. Енді сіздер мен өз қалама биік үйлер, әдемі мектептер, кен саябақтар салар едім, сіздер не салар едіңіздер? 33-шы атты көңіл қойып оқысан, екі жолдан тұратын мақал шығады. Сол мақалды тауып жаз. Сөйлем мүшелерінің асын сый, сызықтар мен сыз, сөйлем мүшелерінің байланысын сып көрсет дейді. Қараңыздар. Ақыл жастан шығады, асыл тастан шығады. Ақыл шығады, байланысып тұр екеу. Жастан шығады, екеу байланысып тұр. Бір ақыл дегеніміз бізде бастауыш, шығады дегеніміз баяндауыш екен, жастан дегеніміз толықтауыш екен. Асыл тастан шығады, ақыл жастан шығады деген. Енді асыл тастан шығады, екінші жол. Асыл бастауыш, шығады баяндауыш, тастан дегеніміз бізде толықтауыш екен. Арғай бізде сөйлеткен зат атауларын алғашқы әріптерін сөз құрап оқы дейді. Шыққан сөз туралы не білетінді айт дейді. Бір жерде қараңыздар. Піл, ине, радио, алма, мысық, инелік, топ, ай тұр екен. Енді бір жерде пирамида сөз шықты. Пирамида үш бұрышты болып келетін, биік етіп салынған ғимарат. Ол ежелден белгілі сәулет ескерткіш екен. Ол бізде Мысырда орналасқан екен. Үстіп жазсақ болады екен. Мен қысқаша жаздым, сіздер көп өздеріңіз ғаламтордан тауып жазсаңыздар болады екен. Бізде ары қарай қараңыздар, сөйлемдердің мағыналық байланысын қарай мәтін шығады етіп жаз. Мәтінге ат қой дейді. Достар деп ат қойсақ болады. Міне. Біріншісіне біз бүйтіп жазсақ болады екен. Балалар мұз айдынға келді. Міне біріншісі. Жандос пен Гүлназ коньки теуіп жүр дейді. Үшіншісіне Айжан мұндан бірінші рет келген еді. Төртіншісі ол әлі өздігінен коньки тебе алмайды. Оған достары көмектесті. Қамқор достар десек болады екен. Енді бізде бұл жерде қараңыздар. Медеу мұз айдыны сәулетті өнеріне жата ма? Ойымен бөліс дейді. Медеу мұз айдыны сәулет өнеріне жатады екен. Адам қолмен салынған нысан, ерекше жобамен тұрғызылған, қала көркін ашатын ғимарат екен. Спорт әрі сәулетті кешен болып табылады. Сондықтан медеу мұз айдыны сәулет өнерінің үлгісіне деп есептеледі екен, балалар. Осымен сабағымыз аяқталып, келесі сабаққа сау болыңыздар, каналымды тіркелуді ұмытпаңыздар.